жаңағы мен өзім кәсіпкерлерді дайындаймын ғой. Сол кезде маған айтады, қандай кәсіпкер? Мен айтамын, заңмен рұқсат берілген, бірақ армен рұқсат берілмеген кәсіптер бар. Мысалы айтамын, темекі сату, кока-кола сату, лотерея ойнату, казино ойнату. Оларды қолдамайсыз. Ол армен, заңмен рұқсат берілген. Бірақ айтамын, сенің істеген кәсібің бар адамға зиян әкелетін болса, онда ол қазақтың бата білмейтін адам айтады. Бастың амандығын, астың адалдығын бер дейді. Астың адалдығы деген маңдай термен табу. Білмейтін адам айтады. Сондықтан айтам, арам ақша тапсаңдар, мен сендерге үйретпейін де ештеңе маңайыма жоламаңдар. Халыққа пайдасы тисе, айналыс. Бұл қырған ардың ісі де, мына енді мен осы жұлдыз деген сөзді қайдан тауып алғанын білмеймін, мен шегіртке деп атаймын оларды. Шегірткелер 2 миллион, бәленбай миллион подписчик жинап алған. Жұлдыз дамыған елде жұлдыз кім болады? Мұғалім жұлдыз болуға тиіс. Ғалымдар жұлдыз болуға тиіс. Содан кейін кәсіпкерлер жұлдыз болуға тиіс. Мемлекет, медицина жұлдыз болуға тиіс. Аналар халықты топастандыруының бір неменесі, мен Инстаграмның атын топастанграм деп қойдым қазір. Өйткені ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, қазіргі, мысалы 2013-тан бастап, бүкіл адамзат топастанып бара жатыр дейді. Соған ең бірінші кесел, мына немене, гаджет. Өйткені адамның естіген нәрсені оғатын миы бар, көрген нәрсені жүретін миы бар, үшінші миы ойланатын миы. Сол кемінде 20-25 минут адам бір нәрсені ойланып отырмаса, мына ойланатын миы дамымай қалады екен. Ал біз 10 минут сайын, 15 минут сайын анау не салды екен, мынау не салды екен, мына WhatsApp, әсіресе Instagram, ол топастанграм. Және де екінші топастанатыны біз дұрыс мақсатта қолдансаң, ол заманның игілігі ғой. Жоқ, дұрыс мақсатта пайдаланған кезде одан пайдалы ақпарат болса. Сонан кейін арзан музыканы тыңдайтын, арзан контентті алған адамның жаңағы ойланатын миы дамымай қалады. Эстрада тыңдайтындар. Бізде Құрманғазыны, Тәттімбетті, болмаса мысалы Еркін Шүкіман сияқты сондай Абайдың Біржан Салдың әнін тыңдамайды, 2 нотадан тұратын әнін тыңдайды. Бұл қасірет ұрпағымызды топастандырып жатыр. Және де ана арзан бірдеңе ұтып алсам, ананы ұтып алсам, қалай жеңіл маңдай терімді төкпей, қимылдама ақша тапсам деген. Жақсы, сіз қатысушылардың анықтамасын беріп тұрсыз, дұрыс па? Ұйымдастырып жатқандар ше? Ұйымдастырып жатқан ары жоқ оларда. Ары жоқ, енді айтады, бірақ секіріп шығам, бірақ қарғып түсем, еңбексіз ақша бірақ таба қойсам. Қайырымдылық мақсатта болса ше? Дұрыс мақсатта. Қайырымдылық мақсатты, қайырымдылықпен ана адамды тауып, сол мүлде неме адам көмектесу керек. Оның өзінде мүлде мүмкіншілігі жоқ адам. Мен қазір үй алып бердік бізде. 4 баласы бар, бірақ дедомның қызы, күйеуі қайтыс болды. Енді кішкентай баласы бар, оған не деп айтасың? Ал қалғандарын айтамыз, аяқ қолын салма, кел үйретеміз, балық бермейміз, қармақ береміз. Жақсы. Сондықтан соны адам тауып берді, соны үйрету керек.